Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер, мәндес теңдеулер. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу. Енді бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу дегеніміз не? Соған тоқталайық. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу дегеніміз AX қосылған V тең 0 түрінде берілген теңдеуді айтамыз. Мұндағы X дегеніміз ол айнымалы. Айнымалы деп жазайын. Әріп түрінде берілген осы X-тің мәнін біз теңдеу шешу барысында табатын боламыз. Ал мұндағы A және V деген әріптер, бұлар кез келген қандай да бір сан. A деген X айнымалысының алдында көбейтіліп тұрғандықтан біз бұны коэффициент дейміз. Ал V деген ол жай ғана сан, сондықтан біз бұны бос мүше дейміз. Енді бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерге мысалы мынандай теңдеулерді жатқызуға болады. 5x минус 7 тең x қосылған 1. Міне осы теңдеуді бір айнымалысы бар теңдеу деп айтамыз. Себебі міне құрамында x деген бір ғана айнымалысы бар. Осы x-тің мәнін табу арқылы біз теңдеуді шешеміз. Тағда басқа мынандай мысалды жазуға болады. 0,9x минус 4,5 тең 0. Міне бұл да бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Құрамында x деген бір ғана айнымалысы бар. Енді бізде бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу деген, яғни құрамында тек қана айнымалы x пен белгіленбеуі де мүмкін. Мысалы, мынандай түрде келуі мүмкін. 2a қосылған 5 тең 3a минус 8. Міне, бір айнымалысы бар сызықтық теңдеуді осылай да жазамыз, өйткені құрамында a деген бір ғана айнымалыдан тұрады. Міне, бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерге осылай мысал келтірдік. Теңдеудің түбірі деген ол барлық осы теңдеудің түбірлерін табу немесе түбірлерінің жоқ екендігін дәлелдеу. Мысалы, осы үш теңдеудің біреуін шешіп көрсетейік. Мысалы, 5x минус 7 тең x қосылған 1. Осы теңдеуді шешеміз қазір. Теңдеуді шешу деп қояйық. Ең алдымен бұл теңдеуді шешу барысында біз айнымалысы бар өрнектерді теңдіктің сол жағында жинаймыз. Ал сандарды, бос мүшелерді теңдіктің оң жағында жинаймыз. Яғни сол жағында 5x тұрғандықтан өз орнында 5x жазылады. Енді теңдіктің оң жағында x-ті теңдіктің сол жағына таңбасын қарама қарсы таңбаға ауыстырып өткіземіз. Мысалы, мына жерде x-тің алдында таңба плюс болып тұр, яғни плюс таңба жазылмайды. Осы плюс таңбамен тұрған x-ті екінші бетке өткізген кезде минус болып өтеді, яғни минус x болып өтеді. Тең, міне теңдіктің оң жағында қалған 1 деген санды біз бірінші жазып қоямыз. Сосын минус 7 деген санды теңдіктің оң жағына өткізу кезінде минус 7-нің таңбасы плюс 7 болып ауысып, екінші теңдіктің бетіне оң жағына өтеді. Міне осы жерге дейін түсінікті деп ойлаймын. Енді ұқсас қосылғыштар бір жерде жиналды. Осы екеуін азайтамыз. 5x азайту x 4x болады. Өйткені x-тің алдында 1 деген коэффициент бар, бірақ ол коэффициент жазылмайды. 5-тен 4-ті азайтамыз, 5-тен 1-ді азайтамыз, 4 болады, сонымен 4x шығады. Тең 1-ге 7-ні қосамыз, 8 болады. Ары қарай қарапайым теңдеу. 4x-тен тең 8 болып тұр. Яғни x-ті табу үшін біз 4-ті, яғни x-тің алдағы көбейтіліп тұрған коэффициент санды
теңдіктің екінші бетіне қарама-қарсы таңба бөлумен өткіземіз. Теңдіктің екінші бетінде тұрған санды міндетті түрде бірінші жазамыз. Енді өтіп жатқан 4-ті біз 8-ге, яғни бөлуге өткіземіз. Негізінде жерде көбейту бар, бірақ ол жазылмайды. Айнымалы мен коэффициент арасындағы таңба жазылмайды, көбейту таңбасы. Біз оны өзіміз біліп отыруымыз керек. Және өткен кезде көбейту таңба бөлу болып өтеді. Сонымен біздің x айнымалысының мәні, теңдеудің мәні екеуін бөлгенде шығады. 4-ті 8-ге бөлеміз, 2 шығады. Міне осы x айнымалысының мәнін 2-ні біз теңдеудің түбірі дейміз. Теңдеудің түбірі. Негізі теңдеуді шешу барысында әр уақытта теңдеудің шыққан түбірін теңдіктегі x айнымалысының орнына қойып тексереміз. Негізі теңдеуді міндетті түрде тексеру керек. Орнына қойған кезде 5 көбейту болып тұр негізі арасы, бірақ бізде ол жазылмайды айнымалымен тұрған кезде. Енді біз орнына x-тің орнына мына 2-ні қоямыз. 5 көбейту 2 минус 7 тең, мына жерде x-тің орнында 2-ні қоямыз, қосылу 1. Міне 2 деген біздің шыққан түбірімізді x-тердің орнына қойып жаздым. Ары қарай кәдімгідей есептейміз. 5-ке 2-ні көбейтеміз, 10 аламыз, 7-ні 3 болады, тең 2-ге 1-ді қосамын, 3 болады. Міне теңдік орындалды. Яғни біздің шыққан түбіріміз теңдеудің айнымалысының мәнін, яғни теңдіктің екі жағын тең екендігін дәлелдеп шықтық. Яғни қанағаттандырады біздің теңдеудің. Сондықтан біздің теңдеуіміздің жауабын біз міне x-тің мәні 2 болғандықтан 2 деп жазатын боламыз. Осылай шешіледі. Мәндес теңдеулер дегеніміз түбірлері бірдей немесе түбірлері болмайтын теңдеулерді айтамыз. Міне мына екі теңдеуді біз мәндес теңдеулер деп айтамыз, себебі екі теңдеудің де түбірлері 3-ке тең. X-тің мәні 3-ке тең болады, мына теңдеудің де X-тің мәні 3-ке тең болады. Сондықтан бұл екі теңдеуді біз мәндес теңдеулер деп айтамыз. Теңдеуді мәндес теңдеулерге түрлендіру ережелерімен тоқталайық. Енді бірінші мысал ретінде осы теңдеуді алайын. 6x қосу 7 тең 25. Осы теңдеудегі екі жағында біз міне теңдіктің екі жағында бірдей санға қосқанда немесе бірдей санды азайтқанда екі жағынан да, немесе өрнекті қосқанда немесе өрнекті азайтқанда екі жағынан бірдей, онда бізде теңдеуге мәндес теңдеу пайда болады. Яғни мәндес теңдеуге түрленеді мына теңдеуіміз. Мысалы, біз теңдіктің екі жағында да 7 деген санды азайтайық. Міне 6x қосу 7 деген сан өрнек теңдеудің сол жағында өрнекке азайтамыз 7-ні тең оң жағында тұрған 25 деген саннан да азайтамыз 7-ні. Ары қарай осыны шешейік. 7 мен 7 азайтылып, яғни немесе қысқарып кетсе, плюс 7 минус 7 6x қалады тең 25 минус 7 деп жазайық. Сонда біздің пайда болған мына бастапқы теңдеуге пайда болған теңдеу мәндес теңдеу болады. Яғни бізде бұл жерде теңдіктің екі жағына да бірдей санды немесе өрнекті қосқанда немесе азайтқан кезде оған мәндес теңдеу пайда болады екен. Сол сияқты тағы бір мысалды алайық. Теңдеуді алайық. X бөлу 2 азайтылған 1 тең X бөлінген 3. Міне осы теңдеудің екі жағында, теңдеудің екі жағында теңдіктің 0-ден өзге, яғни 0-ден өзге басқа бірдей сандарға көбейткенде немесе бөлген кезде, онда бізде мәндес теңдеуіміз түрленеді. 0-ден басқа. Жазып қояйық. 0-ден басқа бірдей екі санға бөлгенде немесе көбейткенде дейік. Мысалы, екі жаққа да біз 6 деген санды көбейтейік. 6 санын көбейтемін деп жазып қояйын, қысқартып. X бөлінген 2 азайтылған 1 міне
сол жағындағы өрнекке 6-ны көбейтемін. Тең екінші жақта x бөлу 3-ке де 6-ны көбейтемін. Көрдіңіздер ме? Екі жаққа да бірдей 6 деген саны көбейттім. Енді осы жерден мына жерді көбейтіп алайық. Енді жақшаның сыртында тұрған 6-ны жақшаның ішіндегі әрқайсыны жеке-жеке көбейтеміз. Бірінші x бөлу 2-ке көбейтейін. Ашып жазып көрсетейін сіздерге. Міне, x бөлу 2-ке 6-ны көбейтемін. Минус 1-ге 6-ны көбейтемін. 6 тең. Мына жерде бөлшектің бөліміндегі 3-ке 6 көбейтілген кезде бөлшектің бөлімімен 6 қысқарып кетеді. Міне, екеуі де 3-ке бөлінеді. 1 болады, 2 болады. Сондықтан мына жақта 2x шығады. А мына жақта мына 2-мен, бөліміндегі 2-мен, мына 6-ны қысқартып жібереміз. 2-ке 1 болады, 3 болады. Сондықтан 3 пен x-ті көбейтеміз. 3x минус 6 тең 2x. Міне, осы жерде байқадыңыздар ма, бастапқы теңдеудің екі жағына да 0-ден өзге, яғни 6 деген басқа 1-де 2 санды көбейттік. Сол кезде мына теңдеуіміз мәндес теңдеуге түрленді. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешудің 3 жағдайы бар. Міне, ax қосу v тең 0 деген түрінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулердің шешудің 3 түрлі жағдайы бар. Қазір мен әрқайсына жеке-жеке тоқталып өтемін. Бір айнымалысы бар сызықтық мына теңдеудің шешуінің бірінші жағдайында а саны коэффициенті, яғни x-тің алдында көбейтіліп тұрған сан 0-ге тең болмаса, яғни кез келген рационал сан болуы мүмкін. Яғни екінші тұрған бос мүше v саны ол кез келген сан болса, онда теңдеудің жалғыз бірі ғана жауабы болады. Яғни теңдеудің бірі ғана минус v бөлінген a деген бір ғана түбірі болады. Түбірі деген мәні. Түбірі болады деп қояйын. Қазір оны мысалмен көрсеткен кезде түсінікті болады. Мысалы, 8x минус 9 тең 3x плюс 8 деген теңдеу шешейік. Енді шешу барысында біз теңдеудегі ұқсас қосылғыштарды теңдіктің сол жағына немесе оң жағына жинақтаймыз. Яғни сол жағына x-і бар, айнымалысы бар өрнекті жинайық, өткіземіз. Санды бос мүшені оң жағына өткіземіз. Сонда бізде теңдеуіміз бұлай өзгереді. 8x өз орнында тұрады. Мына плюс 3x минус 3x бұл теңдіктің сол жағына өтті. Тең, енді оң жағында тұрған 8-ді жазып алайын. Сосын мына минус 9-ды оң жағына өткізген кезде таңбасы плюс 9 болып өтеді. Ары қарай 8x-тен 3x-ті азайтамыз. 5x болады. Тең 8-ге 9-ды қосамыз. Яғни 17 болады. Міне, теңдеуіміз, мына теңдеуіміз бастапқы мына теңдеу түрінде келді. Қараңыздар. Яғни мына теңдеу жалпы мына түрде жазып көрсетейін сіздерге жанына. Міне 5x мына плюс 17 болып тұр. Теңдіктің сол жағына өткізіп жіберейін енді. Минус 17 тең, мына жақта ешқандай сан қалмады, яғни 0 қалды. Міне жалпы мына бір айнымалысы бар сызықтық теңдеудің міне жалпы түрі ax қосу v деген түрде тұр. Міне қараңыздар. A-ның орнында 5 тұр. x-мен өзі тұр, және v-ның орнында міне минус 17 болып тұр. Міне осы түрде бір айнымалысы бар сызықтық теңдеуге келді. Міне жалпы мына 17 саны минус 17 плюс 17 болып екінші бетке өткізілген мына жерде. Жаңа шешу барысында осылай келді. Енді осы жерден қараймыз. Бірінші жағдайында бізде a саны 0-ге тең емес, міне 5-ке тең болып тұр. v деген кез келген сан болып тұр. Яғни v дегеніміз мына жерде минус 17 болып тұр. Жалпы мына жақта ол теңдіктің екінші бетіне өтті. Жалпы мына түрдегі теңдеу ғой енді. Осы түрде теңдеуді біз қарастырып жатырмыз. Ал бұның бір ғана түбірі болады, яғни минус v бөлінген a дейді. Яғни мына жердегі минус деп тұрғаны, ол яғни мына жердегі теңдеуге қараған кезде плюс v болып тұр. Плюс v-міз теңдіктің екінші бетіне өткен кезде минус v болып өтеді. Міне ax плюс v тең 0 түрінде берілген ғой жалпы. Бұл жерде плюс v-ны екінші бетке өткізетін болсақ, минус v болып өтеді. Осы жерден x-ті табатын болсақ, минус v-ны бөлеміз
мына алдында көбейтіліп тұрған санға аға деген сияқты түрде жазылған мынау өрнек қайдан шыққанын түсіндіріп жатырмын сіздерге. Жалпы енді біз өзіміздің жалпы мысалымызды аяқтайық ары қарай есептеп. Яғни 17-ні мына x-тің алдында көбейтіліп тұрған санға бөлеміз ғой. Теңдіктің мәнін табу кезінде x табамыз. X-тің арасында санмен көбейтіліп тұр. Мына 5-ті көбейтіліп тұрған 5-ті екінші бетке өткізген кезде мына санға бөлу болып өтеді. Яғни 17-ге бөлу болып өтеді. Міне өткіздік. Яғни 17-ні 5-ке бөлеміз деген сөз. Яғни x тең 3,4 шығады. Бұл біздің теңдеудің яғни жауабы болады. Жауабы бір ғана түбірі шықты, осы 3,4 деген. Бұл бірінші жағдайы. Енді теңдеуді шешудің екінші жағдайын қарастырамыз. Екінші жағдайында а саны, яғни а коэффициенті, мына а деген коэффициент бізде 0-ге тең болды. Ал в деген бос мүшеміз 0-ге тең емес болса дейді. Ол кезде біздің теңдеуіміз, жалпы мына түрдегі теңдеуіміз мынандай түрге келеді. А-ның орнында, яғни 0 болса 0 x қосу v тең 0 деген түрге келеді. Міне осындай түрге келеді. Ондай теңдеуді шешу барысында біздің теңдіктегі x, яғни мына теңдеу шешу барысында бізде 0x тең плюс v теңдіктің екінші бетіне бос мүшені өткізетін болсақ, минус v болып өтеді. Енді бізде бұл жерде мына әріпті түрде көрсеткен кезде түсініксіз болып тұрған шығар сіздерге. Қазір мысалмен түсіндіремін, сол кезде түсінікті болады. Осылай теңдіктің екінші бетіне өткізген кезде бізде осы жағдайда қарастырамыз. Яғни кез келген x-тің орнында қандай бір сан мәні шығатын болса, немесе қоятын болсақ, оны біз 0-ге көбейтетін болсақ, онда бізде кез келген бір сан шығуы мүмкін бе? Әрине мүмкін емес. Өйткені біз санды 0-ге көбейткен кезде бізде әрқашанда 0 деген сан шығу керек. Ал біздің жағдайымызға қараған кезде v деген санымыз, мына санымыз 0-ге тең болмағанда деп тұр. Сондықтан бізде мына екі жақ мына 0 болып қалады, мына 0 емес болып тұр. Сондықтан екеуі тең болмайды. Сондай жағдайда біздің теңдіктің жауабы, яғни түбірі шешімі болмайды дегенді білдіреді. Қазір оны мен мысалмен көрсетейін. Міне мынандай мысал берілсін. Осы жердегі x бар, айнымалысы бар өрнектерді теңдіктің сол жағына жинаймыз. Яғни мына жақта 7x өз орнында тұра береді. Мына 7x-дің таңбасы плюс, сондықтан өткен кезде минус 7x болып өтеді. Тең, мына теңдіктің оң жағындағы санды бірінші жазып қоямын. Плюс 3-ті таңбасын ауыстырып өткіземіз. Яғни плюс минус болып ауысып өтеді. Міне енді ары қарай 7x азайту 7x. 7-ден 7-ні алатын болсақ 0x шығады. Тең, мына 5-тен 3-ті алатын болсақ 2 шығады. Міне жалпы мына түрге келді. Міне мына түрге келді, көрдіңіздер ме? Мына түрге келді мына. Енді осы жерде біз өзіміз ойлап көрейік. X-тің орнында бір кез келген бір мәнді қояйық, тексерейік. Мысалы 1-ді қояйық, 10-ды қояйық, минус 8-ді қояйық, яғни 3-тен 1-ді қояйық деген сияқты ғой. Ондай санды 0-ге көбейтейік. Енді екеуінің арасында көбейту бар ғой, көбейтейік. Сол кезде бізде барлық уақытта қандай сан шығады? Әрине 0 шығады. 0 тең, мына жақтың өзінің мәні шығып тұрған 2. Яғни 0 мен 2 екеуі тең болады ма? Болмайды. Сондықтан біздің мына теңдеуіміздің түбірі болмайды. Сондықтан түбірі болмайды, немесе бос мүше деп жазамыз. Түбірі болмайды, немесе бос мүше. Міне математикада бос мүше түбірі болмайды дегенді білдіреді. Бұл екінші жағдай. Енді үшінші жағдайында тоқталайын. Енді жалпы бастапқы біздің бір айнымалысы бар сызықтық теңдеуіміз, міне мына түрдегі, осы теңдеуіміздегі а деген коэффициентіміз міне 0 болып қалды. Ал в деген бос мүшеміз де 0 болды, міне 0 болса дейді. Онда біздің бастапқы мына теңдеуіміздің орнында қойып көрейік. Яғни жазып қойайын бірінші, шатасып кетпес үшін. ax қосу v тең 0. Сіздерге түсінікті болу үшін жазып көрсетемін. Осы түрдегі теңдеудің а деген мәні 0 болса, яғни
мына аның орнына 0 қоямын. X өзі тұра берсін. Қосылған v-ның орнында да жаңағы 0-ді қоямыз, е. Сонда біздің өрнегіміз тең 0 деп тұр. Осындай түрге келеді. Біз осы жерден жалпы қысқарып есептеген кезде 0x тең 0 болып қалады. Міне, мына түрге келді. Яғни өзіміз ойлап көрейік. X-тің орнында, яғни теңдеудің түбірі ретінде кез келген бір санды қоятын болсақ, x пен 0-ді санды 0-ге көбейтеміз. 0 шығады, е. Барлық уақытта санды 0-ге көбейткенде 0 шығады. Тең болады, мына жақта 0. Екеуі тең болып қалды, е. Бұл жағдайда біздің теңдеуіміздің шешімі өте көп, яғни шексіз болады деген сөз. Яғни кез келген x-тің орнына санды қоятын болсақ, теңдеуіміздің мәндері теңдік белгісі қанағаттанатын болады. Сондықтан біздің теңдеуіміздің жауабы шексіз көп деп айтамыз. Оған мысалы ретінде мынандай есепті алайық. 2x қосу x азайтылу 5 тең 3x минус 5. Міне, бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу жаздым. Құрамында x деген бір ғана айнымалысы бар. Бұл жерде бір айнымалысы бар деген оның санын білдірмейді. Барлығы бірдей болып тұрғандығын айтады, е. Мысалы, мына x, мына y, мына с деген бір кез келген үш түрде айнымалымен берілсе, онда ол бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу болмайтын еді. Бұл жерде барлығы x болғандықтан бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Енді осы теңдеуді шешу үшін x бар өрнектердің барлығын бір жаққа жинаймыз. 2x қосылған x, теңдіктің екінші бетінде тұрған плюс x-ті, плюс 3x-ті екінші бетке өткізгенде минус 3x болып өтеді. Таңбасын ауыстырып өткіземіз. Теңдіктің екінші бетінде тұрған минус 5 бірінші жазайын. Сосын мына жақта минус 5-ті теңдіктің екінші бетіне оң жағына өткіземін. Сол кезде таңба минус болып тұрған таңбасы плюс болып өтіп кетеді. Міне. Ауыстыруды ұмытпаңыздар. Ары қарай есептейміз. 2x қосу x. Мына x-тің алдында 1 бар негізі. Ол жазылмайды. 1 деген коэффициент әрқашанда жазылмайды. 3x болады. Азайтамыз 3x. Яғни 0x болды деген сөз. 0x болды тең минус 5 плюс 5. Қарама қарсы сандар. Бұлардың мәні бізде әрқашанда 0 болады. Қарама қарсы сандардың қосындысы 0-ге тең. Енді біздің мына түрінде теңдеуіміз, қараңыздар, мына түрге келді ғой, қараңыздар, е. Яғни a-ның мәні де, яғни x-тің алдында тұрған коэффициент a-ның мәнінде 0 болып тұр, және бос мүшеміз де 0 болып тұр. Екеуін енді қарастырып көрген кезде мына x-тің орнына бір кез келген бір санды алайық. Кез келген. Соны біз мына 0-ге көбейтейік. Мысалы, мен x-тің орнына бір 7 деген санды алдым. 0-ге 7-ні көбейтемін. 0 болады, дұрыс па? Яғни мына жер 0 болса, онда 0-іміз 0 әрқашанда 0-ге тең болады деген сөз. Сонда бізде x-тің орнына кез келген теріс сан, оң сан, рационал сан, бөлшек сан, бүтін сан қоятын болсақ, онда ол 0-ге көбейтілсе, барлық уақытта санды 0-ге көбейткенде 0 шығады. Енді ол 0-іміз біздің мына теңдіктің екінші бетінде тұрған 0-ге әрқашанда тең болады, 0 0-ге тең. Сондықтан бізді x-тің айнымалының орнына кез келген мәнді қойсақ, теңдігіміз қанағаттанады. Сондықтан біздің бұл теңдеудің шешімі, яғни жауабы шексіз көп, яғни x бұл кез келген сан деп алсақ та болады. Яғни барлық сандарды біз жауабына жаза аламыз. Осындай бұл үшінші жағдай. Міне жаңа жазып көрсеттім мына жерде. a тең 0, v бос мүшесі 0 болып қалса, мына теңдеуді жалпы бір айнымалысы бар сызықтық теңдеуде мынандай жағдайға келіп қалса, онда біздің теңдеудің шешімінде жауабы шексіз көп болып табылады. Мына 6-шы сыныптың 2-ші бөліміндегі осы тақырыптың есептерін сіздерге түсіндіріп кетейін. Жалпы осы тақырып бойынша бізде есептер берілген. Мына 780 есептің, 81-дің есептерінен жалпы әр есептерден бір-бір есепті түсіндіріп көрсетемін. Солай ары қарай қалған есептерді өздеріңіз орындап көріңіздер.
Қазір мен 780-нің біріншісін түсіндіріп кетейін. Бірінші x бар өрнектерді, айнымалысы бар x айнымалысы бар өрнектерді теңдіктің сол жағына жинаймыз. Сол жағында тұрған 2x-ті өз орнында тұра береді. Теңдіктің оң жағында плюс 3x-ті таңбасын ауыстырып өткізгенде минус 3x болып өтеді. Теңдіктің екінші бетіне өтті. Тең енді жазылды. Енді теңдіктің оң жағында тұрған 22-ні жазып қоямыз. Одан кейін плюс 17-ні оң бетіне өткізген кезде минус 17 болып өтеді. Ары қарай есептейміз. 2x азайту 3x. Біз 2-ден 3-ті азайта алмаймыз. Сондықтан біз 3-тен 2-ні азайтамыз. Және 3-тің алдындағы таңбамен жауабы шығады. Енді біз жазамыз минус 1x. 1 жазылмайды әрине. Минус x болады. Тең 22 минус 17. 22-ден 17-ні алатын болсақ, бізде x-тің жалпы мәні 5 болды. Енді біздің жалпы шешімі, теңдеудің шешімінде минус x деп шықпау керек. Минус x деген минусын жалпы алдында коэффициент 1 бар, ол жазылмаған. Сол минус 1-ді теңдіктің екінші бетіне бөлу қылып өткіземіз. Сонда біздің теңдеуіміз x тең 5 жазылады, бөлу. Өйткені ана жерде 1 мен x-тің арасында көбейту бар ғой. Бөлу болып өтеді. Минус 1. Сонда біздің x-іміздің мәні 5 бөлу минус 1. 5-ті минус 1-ге бөлсек, әрине минус 5 шығады. Енді мен сіздерге ашып жазып көрсетіп тұрмын. Негізі бұлай жазбай-ақ бірден 5-ті минус таңбасы мына бетке минус 1-ге бөлінгенде минус 5 болады деп ойша есептеп жазуға да болады. Міне біздің теңдеуіміздің шешімі түбірі минус 5-ке тең. Бұл біздің жаңағы қарастырған жағдайларының ішінде, яғни бірінші жағдайына келеді, көрдіңіздер ме? Бірінші жағдай бізде шешімі бір түбірі шығады дедік. Дәл солай бір түбірі шықты. Бұл біздің теңдеудің бірінші жағдайына келетін есеп екен. Барлық есепте білесіздер, теңдеудің барлығында x барларды, айнымалысы барларды теңдіктің сол жағына, сандарды оң жағына жинаймыз. Немесе x барларды кейде таңбасына қарап оң жағына да өткізуге болады. Жалпы ұқсас қосылғыштарды бір жаққа жинаймыз. 3,4x тұра береді өз орында. Мына теңдіктің оң жағында тұрған минус x-ті өткізген кезде плюс x болып өтеді. Тең оң жақта тұрған 4,8-ді бірінші жазамыз. Сосын минус 4 өткен кезде плюс 4 болып өтеді. Минус 4 теңдіктің оң жағына өтеді, плюс 4 болып өтеді. Ары қарай есептейік. 3,4x-ке қосамыз x-ті, алдында 1 бар. Екеуін қосатын болсақ 4,4x шығады. Тең мына екеуін қосатын болсақ 4,8-ге 4-ті қосамыз, бүтін бөліктер қосылады, яғни 8,8 шығады. Ары қарай x-ті табайық. Сол кезде мына алдында тұрған коэффициент мына жаққа бөлу өтеді. 8,8-ді бөлеміз 4,4-ге, яғни x-тің мәні бізде 2-ге тең. Түрлері жылжиды бір орынға екеуінде. 88 бөлу 44. Жалпы екеуі 2-ге тең болады. Бұл біздің теңдеудің түбірі 2-ге тең. Бұл да біздің теңдеуіміздің бірінші жағдайына келеді екен. Бір түбірі шықты. Бұл теңдеуді шешу үшін екі жағдайда да шешуге болады. Бірінші жағдайында біз x-терді бір жаққа жинап, коэффициенттерін біріктіріп, қосып, азайтып немесе ары қарай есептеуге болады. Екінші жағдайында көреміз қазір. Бірінші жағдайын көрсетейін. Яғни x, мына 3-тен 2x-ті минус 3-тен 2x болып өтеді, таңбасы ауысып. Тең, мына жақта бірдің өзі тұр. Міне осы күйінше тұрады бір. Ары қарай мына екеуінде де x болғандықтан біздің коэффициенттеріміз мына алдында 1 бар. Яғни бірден аламыз 3-тен 2 жақшаның сыртында x деп қойын, ұқсас қосылғыш болғандықтан ортақ көбейткіш сыртына шығарып қойдым. Коэффициенттерін есептейміз. Тең 1 өз орнында тұра береді. Ары қарай натурал саннан бөлшек санды азайтқан кезде оңай жолы бар, ортақ бөлім бермей-ақ. Мысалы, натурал санды түрлендіруге болады бөлшекке келтіріп. Бөлшектің бөліміне қарайсыздар, барлық уақытта бөлімі 3 болып тұр.
Сондықтан мынаның мына бірді біз бөлшек түрінде 3-тен 3 деп жазуымызға болады. Сонда бізді 3-ті 3-ке бөлетін болсақ, 1 шығады, дұрыс па? Ешқандай өзгеріс жоқ. Мына жақтың өзінің 3-тен 2-сі өз орнында тұрады. Жақшаны жауып, сыртында x-ті жазамын, айнымалысын тең 1 өзі орнында тұр. Осы жерден ары қарай ортақ бөлім 3 болып тұр, әрине. Бөлімі 3 жазылады, сол күйінде алымдары азайтылады. 3-тен 1. x тең 1 болды. Енді осы жерден x-ті табамыз. X табу үшін мына 1-ді бөлеміз 3-тен 1-ге. 3-тен 1 мен x-тің арасында көбейту бар болғандықтан екінші бетке ол бөлу болып өтеді. Әрдайым қарама-қарсы таңбамен өткіземіз. X тең көбейтуге айналдырған кезде мына екеуінің орындары ауысады, бұлай ауысады. Бұл біздің 5-ші сыныпта өтілген тақырып қой. Енді осы жерден жазамыз, 1-ді көбейтеміз. Жалпы 3-ті 3 қойында, 1-ді 3-ке көбейтіп 1-ге бөлу деген ол 3-ті береді. Міне біздің теңдеудің шешімі 3-ке тең түбірі. Бұл бірінші жол десем де болады. Тағы бір жолын көрсетейін. Жаңа біз айттық, мәндес теңдеулердің екі жағына да бірдей санды көбейтіп немесе бөлсек, мәндес теңдеуіміз түрленеді. Солай да шешіп көрейік. Яғни x тең 3-тен 2, x қосу 1. Екі жағына да мысалы біз оны қандай санға көбейтеміз, оны қайдан білеміз? Оны біз бөлшек санның бөлімінде тұрған саннан қарап білуге болады. Бұл жерде бізде 3 болып тұр. Сондықтан мен теңдеудің екі жағына да 3-ті көбейтейін. Екі жағына да. Сонда мына жаққа көбейтетін болсам, 3 көбейту x болады. Тең, мына жаққа әр қайсысына жеке-жеке көбейтем. Жалпы 3-тен 2 x-ке қосамын 1-ді, осыларды жалпы 3-ке көбейтем деген сөз ғой. Міне екеуіне де көбейттім. Енді мына жақты өрнегі 3-ке x-ті көбейтем, 3x болады. Ал мына 3-ті мынаған да, мына 1-ге де жеке-жеке көбейткен кезде ол қалай болады? Ауызша есептейміз, жазып қоямыз. 3 пен 3-ті көбейткен кезде қысқарып кетеді, жалпы екеуі. Жазып көрсетейінші. 3-тен 2 x-ке көбейтеміз 3-ті. Қосамыз 1-ге көбейтеміз 3-ті, яғни 3 болды, 1 көбейту 3. Немесе 1 көбейту деп жаза салайын, осылай түсінікті болу үшін. Ары қарай 3x тең, 3 пен 3 қысқарып кетеді, екеуі де 3-ке қысқарғанды кезде, мына жерде 2x қалады, мына 1 болып кетті ғой. 2x қосылған 1-ге 3-ті көбейтеміз, 3 болады. Ары қарай, енді мына теңдеуді 2x-ті теңдіктің сол жағында x-ның жанына өткіземін. 3x өз орнында тұрады, плюс 2x болып тұр, минус 2x болып өтеді. Тең болады, 3-тің өзі қалды. 3x-тен 2x-ті алатын болсақ, x қалады, 1x қалады, 1 жазылмайды бірақ. x тең 3, міне, 2 теңдеудің де жауабында түбірінде 3-ке тең теңдеу түбірі шықты. Жалпы, мына жолмен шешкен сіздерге де оңай деп ойлаймын. Мына жақта ортақ бөлімге келтірмейміз, бірақ сондай жолға келеді ғой, жалпы амалдарды есептеу барысында күрделене береді бұл есептерде, жалпы түріне қарап айтып отырмын. Осылай сандарды екі жағына да бірдей көбейтіп, ары қарай қарапайым түрге келтіріп шешсек те болады. Бұндай есепте, яғни біз жақшаларды ашуымыз керек ең алдымен. Жақша ашудың өзінің жағдайлары бар, жақшаның алдында минус болған кезде жақшаның ішіндегі таңбалар қарама-қарсы болып ашылады. Плюс болса, жақшаның ішіндегі өрнектердің таңбасы сол күйінде ашылады деген сияқты. Енді бізде жақшаның алдында минус болып тұр, сондықтан бізде 7x өз орнында тұрады. Жақшаның ішіндегі 3 пен 2x-тің алдында таңбалары минус болғандықтан мына жерде жақшаның алдында таңбалары қарама-қарсы өзгереді. Мына жерде плюс 3 болып тұр, яғни плюс деген жазылмайды ғой, өзіміз минус болса ғана жазылады. Плюс 3-тің таңбасы минус 3 болады да, ал плюс 2x-тің таңбасы минус 2x болады. Тең жақша ашылды, көрдіңіздер ме? Ары қарай x қосу 9-дың өзін жаздым. Осы жерге дейін түсінікті болса, ары қарай кәдімгі біздің жаңадан бері шығарып жатқан теңдеулеріміз секілді ары қарай шешіледі. X-і барлар, x-терді бір жаққа жинайық. 7x минус 2x минус 2x тең, x-тің таңбасы плюс болғандықтан тең деп қоймай, мына жерде минус x болып өткізіп алайын. Минус x, мына жерде минус. Тең енді болды. Ары қарай мына жақта 9-ды жазып алдым. Мына жақта минус
3 деген санды таңбасын ауыстырып өткізген кезде плюс 3 болып өтеді. Енді есептейік. 7х азайту 2х 5х азайту х алдында 1 бар, яғни 4х-тің өзі шықты. Тең 9-ға 3-ті қосамын, 12. Бірінші жағдайына келді теңдеу шешудің бір түбірі бар деген сөз. А-ның мәні міне 4-ке тең. Осы жерден х-ті табамын. 12-ге бөлу болып, 4-імізді өткіземіз. Теңдіктің екінші бетінен көбейтіліп тұрған 4-ті бөлуге өткіздік. Ары қарай х тең 12-ке 4-ті бөлеміз, 3 болады. Міне теңдеудің түбірі табылды. Осылай шешіледі. Біз ең бірінші жақшаны ашамыз. Жақшаның сыртында егер сан тұрса, ол санды ішіндегі әрбір өрнекке жеке-жеке көбейтіп ашамыз. Ал есептейік. 4х-тің өзі жазылады. Плюс 5 көбейту 3, яғни плюс 15. Плюс 5 минус 2х-ті көбейтеміз, минус 10х болады. 5-ке 2-ні көбейт. Тең 5 минус 11х. Міне жақшаларды аштым. Ары қарай х-терді бір жаққа жинаймыз. Міне х-і барлардың астын сіз көрсетейін. 4х минус 10х плюс 11х болып өтеді. Міне минус 11х-ің тең. Мына жақта 5-тің өзі жазылады, және мына жақта плюс 15-ті өткізген кезде минус 15 болып өтеді. Ары қарай есептейміз. 4х азайту 10х минус 6х, минус 6х-ке плюс 11х-ті, яғни 11-ден 6-ны аламыз, 5х болады. Үлкен таңбасымен жауабы шықты. Тең 5 азайту 15. 15-тен 5 азайтамыз, минус 10 шығады. Х-тің мәні минус 10 бөлу. Мына жақта 5-ті бөлеміз, яғни х-тің мәні бізде минус 10-ды 5-ке бөлеміз, минус 2 шықты. Міне түбірі 2 шықты. Бұл теңдеуді шешу барысында біз ортақ бөлімге келтіреміз. Ол үшін бөлімдегі 4 және 3, мына 7-нің бөлімінде негізі 1 бар. Ол жазылмайды. Натурал сандардың кез келген бөлімінде 1 бар деп есептейміз. Жалпы 4 пен 3-ке ортақ бөлім 12 болады. Ең кіші ортақ еселікті аламыз ғой бұл жерде. Екеуіне де бөлінетін ең кіші еселік сан ол 12. Міне осылай жазамыз, 12. 12-ден басқа одан кейін 24 бар, бірақ бізге ең кішісін алсақ өзімізге оңай болады есептеуге. 12-ні біз 4-ке бөлеміз, 3-тен береміз, 4-ке бөлеміз, жалпы 1-ге бөлеміз 12, жалпы натурал сандарға бөлімінде ешқандай бөлшегі жоқ сандарға сол санның өзін беремін. Ал бөлімі 3 болған кезде 3-ке бөлеміз, 12-ні 4-тен беріледі. Толықтауыш көбейткіштерін беріп аламыз. Ары қарай есептейміз. Алымында 3-ті х минус 5-ке жеке-жеке көбейтеміз ғой. Жалпы осылай жазып алайын. Бөлшектің бөлімінде 12 тең 7 мен 12-ні көбейтеміз. 12 мен 7-ні көбейтеміз. Бөлімінде ортақ бөлім 12 болды. Ары қарай 4-ті көбейтеміз. 2х минус 11 ақшаның ішінде, бөлшектің бөлімінде 12. Міне. Мына 12-ні 7-ке көбейттім. Бөлшектің ортақ бөлім 12. 4-ті мына сан алымында өрнекке көбейттім. Бөлшектің бөлімінде 12. Яғни ортақ бөлімін келтіріп алдық. Барлығын 12-ке. Барлық бөлімін бірдей етіп алғаннан кейін біз бөлімдерін тастап кетіп, тек қана алымдармен жұмыс жасауымызға болады. Ал енді бөлшектің бөлімдерін тастап кетеміз. 3х минус 5 қалады алымында, тең 12 мен 7-ні көбейтеміз, 84 минус 4 2х минус 11 жақшаның ішіне жазылады. Бөлімдерін тастап қойдым. Осы жерден ары қарай кәдімгі теңдеуге келді. Жақшаларды ашамыз, х-терді бір жаққа, сандарды бір жаққа жинаймыз. Ал жақшаны ашқан кезде сыртында тұрған 3-ті х-ке де, минус 5-ке де көбейтемін. 4-ті 2х-ке де, 11-ге де көбейтеп ашамын. 3-ке х-ті көбейтеміз, 3х болады. Минус 3-ке 5-ті көбейтеміз. 3-ке минус 5-ті көбейткендігі минус 15 шықты. Тең 84. Минус 4-ке 2х-ті көбейтеміз, минус 8х болады. Минус 4-ке минус 11-ді көбейтеміз, плюс 44 болады. Ары қарай ұқсас х-і бар сандарды бір жаққа жинаймыз, айнымалылары барларды.
3х болады. Минус 8x'ің плюс 8x болып өтті. Тең. 84 плюс 44. Минус 15-ің өткен кезде плюс 15 болып өтті. Ары қарай 8x'ке 3x'ті қосамыз, 11x тең. 84-ке 44-ті қосамыз, 128. Оған 15-ті қосайық. 128-ге 15-ті қосайық. Бір ойда 4, 143 болды. Ал x-ті табу үшін 143-ті бөлеміз 11-ге. Сонымен 11-ге бөлсек, бізде 14-тен қайырамыз, 1-ден береміз, 11 болады, 3 болады, 33 болады, яғни 13 шығады. 13 шықты. Жалпы біздің теңдеудің түбірі 13. Міне, теңдеуіміз біздің бөлшек түрінде берілсе, ортақ бөлімге келтіреміз. Барлығын бөлімі бірдей болғаннан кейін бөлімін тастап кетемізді алымдармен жұмыс жасаймыз. Міне біздің теңдеудің шешімі 13 болды. Жалпы 795-ші есепте түбірі болатын және түбірі болмайтын теңдеулерді ажыратып бөліп жазыңыздар деген. Енді біз бірінші есебін шығарып көрейік. X барларды бір жаққа жинайық. Міне 28x плюс 5x минус 5x болып өтеді. Плюс 23x минус 23x болып өтеді. Тең. Теңдіктің екінші жағында 17-ні жазамын сол күйінде өзін. 13-ті өткізген кезде минус 13 болып өтеді. Міне. Ары қарай шешеміз. 28x-тен 5x аламыз 23x, одан 23x алатымызақ, яғни 0x шығады. Тең 17-тен 13 алсақ 4 болады. Міне мынау біздің теңдеудің жағдайы осындайға түрге келді. Қараңыздар. Бұл жағдайда бізде қарастырамыз. X-тің орнына кез келген бір санды қойып көрейік. Ол санды 0-ге көбейтейік. Яғни кез келген санды 0-ге көбейткен кезде бізде барлық уақытта 0 шығады. 0 тең 4 болып қалды. Теңдеудің шешімі бізде тең болмағандықтан, мұнда екі жақта кез келген санды қоятын болсақ, 0-ге көбейтсек барлық уақытта 0 шығады. Қандай сан қойсақ та 0 шығады. Сондықтан бізде мына теңдеуіміздің теңдігіміз қанағаттанбағандықтан біздің теңдеудің түбірі, яғни жауабы түбірі болмайды. Түбірі болмайды. Негізі бос мүше деп былай жазсақ та болады математикалық түрде. Осылай бірінші есебіміз түбірі болмады. Бұл біздің жаңа қарастырған үш жағдайы, міне қарастырдық қой. Сол кезде бізде екінші жағдайына келеді екен. А 0-ге тең болып қалды, В деген 0-ге тең емес, кез келген сан болғанда біздің теңдеудің түбірі болмайды деп қарастырған едік қой. Осы жағдайға келетін мына есебіміз шықты. Ал оқушылар, бүгінгі біздің бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу және мәндес теңдеулер, бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу тақырыбы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Барлығын жақсылап тұрып қарап, өздеріңіз есептерді шығарып көрсеңіздер, оңай есептеп кетесіздер. Барлық жалпы теңдеуді шешудің үш жағдайы бар екен. Бірінші жағдайында түбірі біреу болады, екінші түбірі мүлде болмайды, үшінші жағдайында түбірі өте шексіз көп болады деген үш жағдайын қарастырдық. Жалпы мәндес теңдеулер деген не, соны қарастырдық. Мәндес теңдеулерді түрлендіруді қарастырдық. Жалпы жақшамен берілген, бөлшекпен берілген теңдеулерді шешудің жолдарында үйрендік. Енді сіздерге ұнаса видеоға лайк басып, комментарий жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Түсінбеген жерлер болса сұраңыздар. Және міндетті түрде достарыңызбен осы менің видеомды бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, келесі сабақта жолыққанша.